паласты қағу керек. Қазір артынан қақпасам. Мынандай жуға келетін паластар шығып тұр қазір мынандай. Сондай тез қоқыс болады бұл да. Қағып отырмасаң сілкіп. Уақытында чаң болады. Байқаш, басын соқпашы, байқаш. Әйтеу басын соға беретін болдың ғой. Не істеп жатыр, не қарап жатырсың тағы? Не тауып алдың тағы? Ол жаман кака. Әкел бер. Тауып алдым. Мынаған қашынан қағу керек қазір маған. Бірдеңе манежға сақ қойып. Жылдам қағу керек. Қағып тазалап әкел керек. Таза ұстау керек полды барынша. Ар жағын сықып қойдым мен, мына жақ, бер жағынан палас сықу керек. Қазір. Мынау қоқыстар тауып алады бізді бәрін. Аузына салып жүреді. Бағашан жұқыл. Какао. Кака. Басынды байқа енді, басынды байқа. Манеждің астына шығып кіріп алып жүрсін. Ананы істеп жатыр енді. Әй, шық, былай шықшы. Салауат шық. Шығамай жатсың ба, шығарайын ба? Ана тағы не тауып алдың? Ой, құдайым-ай. Қоқыстар бітпеді ғой. Қапсамасам. Бірінен соң бірін тауып аласың. Таста какай. Қазір мама тастайды. Какао. Бір-екі күн палас, бір-үш күн ба, 4 күн ба сондай болды, қағылмағалы. Қазір қағу керек. Жер үйдегілер жақсы ғой, сырасында шығады, қағаз саласың, бізге 5-ші этаж. Балконға сілкісең штраф салады. Жер үйде жақсы ғой, мынандай нәрселерді қаққанша. Далаға аласың да сілкей саласың, үйің маңайы. Маңға. 5-ші этаж біздікі. 5-ші этажда палас қағамайсың, пылесос болу керек. Пылесос алған жоқпын. Бір қисын, осы пылесосқа қызықпаппын да, осыны кейін. Кішкентай палас аламын да, қатшаң болып жатса, ваннаға жуып, су жақта жайып қоямын. Бір тамшы сылып біткенше сосын барып балконға жайып кеп тұрып аламын. Паластар сөйтіп жуамын мен, аударып паластарды. Мына үлкен баланың несі ғой, столы. Мынау баратта, мына сумкаларын нететін, сосын мына проводтар тартып қалады. Тартып басына бірдеңе құлап кетуі мүмкін, сондықтан қарап отырам, көзде-көз қарап жүрмін. Проводтарға жүгіреді, проводтарды алып тістейді аузына. Ал, енді не бірдеңе бітірдің ба? Отырған отырысты қара. Бірдеңе не? Тағы не өлдіріп кейіндесін? Мамаң удивительдің бәрін жинап тастады столдың үстіне ары қарай. Тәпішкелерді жинап қойдым. Қазір мына жақты жинастырамын сені. Манежға салып сен міле ана жерге отырыс қойым ойнатып ары қарай. Ленонин тайғақ па екен? Ананы тайғақ екенін қайдан біліп тұр? Аяғын бүйтіп отырып тайғақ. Бәрін зерттеп жатсың ғой сен. Үйдің ішін түгел. Мынаның бәрін, бірінші балам, менде 3 бала ғой, бірінші балам туған кезде нені алғанбыз ғой, шифонердің тартпалы сынып бітті, бір тартпалы. Мынау өзі 2-3 рет қозғап едім, мына шегелер түгел босап қалған қойшы. Енді мынау қозғауға жарамайды, мына шифонер. Енді қозғасаң мынау сынады ғой, қиқалаңдап тұр, өзі бүйтіп. Кезінде балам туғандағы ақшасын алып берген ғой ма, бірінші балам туғанда, баланың бір туғандағы ақшасын беріп еді ғой. Ол кезде қайда 2013 жыл алғам мынаны. 12 жыл болды тұрғанына. Саудасы бітіп тұр ғой бұны да. Тартпалдан мынандай жерлер қисайып кетеді ма, жүрмей қала ма, тез толып кетеді ма. Мына үшін бәрін өттеу керек әлі. Әй, болдың ба? Ойнап болдың ба? Ана, неңді ішші, айраныңды. Күніне мынаны бөтелкесімен айран берем, біріне. Айран берем. Өбәй! Түсіна жаққа ойнашы.
Әне, тиіссең жылайды, тиіссең, тиіспе дейді. Өзім білем дейді, қайда барамын дейді. Ана ойыншықтармен ойнашы, ар жағындағы ойыншықтармен ойнашы. Мә. Қызың қыз. Тұрса енді. Иә, мына тұрам дейді ғой. Бесіктің үсті киімге толы, бәрін реттеу керек. Чаң болып жата бермесін деп, мұнда сілкіп, мұнда лақтырып тастаймын да, мына толып кетеді сосын. Содан кейін артынан қайта реттеймін. Салатын жерге салып, әрқайсысын шифонерге орнына қойып. Вот 4-те болдық міне. Мына бір кішкентай, мына залға мынаны сыю керек біз енді. Қарасаң бар ғой, мынаны бүйтіп отырсам, мұнда 1 матрас, 2 матрас, 3, 4, 5 матрас кетіп қалады екен мынаның ішіне. Бүйтіп жан-жағын жалпы жерге қойсаң. 1 матрасты мен 4 мыңға алдым. Мынандай кішкентай андай біреу жатыр ғой, анандай. Күшті нормально еткен 6 мыңға андай жастық, 1 адамдық. Көрпе несімен алдым. Астында жаялығымен алдым. Күшті жаялықтар. Простина деуші еді ғой, простина дейді орысша. Ой! Басын соқпайшы енді, байқап тұршы енді. Манеж болса да басын соғады манежге де. 12 жыл бойы көрпеге кетіп, вообще мүлде көрпелерді жаңартпағам ғой. Не матрас алмаппын, не көрпе жастық алмаппын. Сонда 7 жыл бойы ата-анам қарпата төлеп, балаларды асырап келді ғой. Ата-анам асырап келді негізі. Оңғайдың. Мына бала туғанша, кішкентайым туғанша. Мен негізі өкіметтің жұмысына оқымағам ғой, өкіметтің шыққанда жұмысына нетпеймін. Жарамайым да бұлай. Ой, қандай жұмысына жараймын, мен тез шаршап, тез ұйқым келеді. Сондай әдетім бар. Ал ұйқым келгеннен ұйқы басады. Қалқып кетесің. Сондықтан мен жарамайым ондай жұмысқа. Иә. Оппа! Соен биржаға барғасын ғой, көмексізіп жетсең, саған өкіметтен ешқандай не жүрмейді, сендерде ешкім өкіметте жұмыс істемейді, сондықтан сен өкіметке көмек неге нетпей ондайға жатпайсыңдар деп. Сонымен мамашы, папаша өзі асырады. Бәрі тамақтарын, сүттің уақытында келіп, қалпаттаны төлеп ұнайды. Бай. Болды енді. Маңға қоймайды. Шығам дейді. Ой, бірмай. Мәсқы. Сол кісілердің арқасында өтердім балалар. Сол кісілердің арқасында бір бақи қарыз болып қалам ол кісілерге. Алла аман бұйырсын енді ол кісілер. Жастарын ұзақ етіп, бала шағасын қызығын көрсін. Алғысым шексіз ғой. Өкіметке жасамаған көмектіп. Атасы мен әжесі жасады ғой. Пенсиясын жеткізіп екеу. Өздеріне де жеткізеді, бізге де жеткізеді. Мынау туғаннан кейін барып, балаларға айспір жасаттым. Сондай уақыт болған. Әй, мына кетті. Болды.